Қайырлы күн оқушылар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Өте тамаша. Ал өткен сабақта қандай тақырып өтіп едік? Интеграция дегеніміз не? Кім айтады? Жібек айтып қой. Интеграция дегеніміз бірігу, ешқандай кері әсері жоқ, ол дамыту салаларын, сонымен қатар экономикалық салаларды дамытуға үлес қосады. Дұрыс айтасыз. Еліміздің экономикасын нығайтуға септігі тие ме екен? Тие екен. Өте тамаша. Ары қарай тағы интеграция пайдасы. Интеграция жалпы ол біздің тәуелсіздігімізге ешқандай қауіп төндірмей, біздің еліміздің дамыту жолының бір түрі болып табылады. Жалпы интеграция ол басқа елдермен бірігіп даму, олармен бірге бәсекелестікке, қабілеттілікке арттыру. Тамаша, жарайсың. Болса балалар, интеграцияның не екенін білдік, оның қандай пайдасы бар екенін білдік. Ендеше бүгінгі күннің жарын жазып, желтоқсанның 12-сі интеграцияның шарттары деп жаңа тақырып жазып қоямыз балалар. Түгелдей дәптерлеріңізді ашыңыздар. Олай болатын болса балалар, 73-ші бетті ашайық, жаңа тақырыпты көрдіңіздер ме? Енді бірінші тапсырма берілген судағы мәтінді оқуымыз керек. Мәтінді оқимыз, бөліктерге бөліп, және әрқайсысына не қоямыз? Ат қоямыз, я? Ал бірінші абзацты кім оқиды? Көздер оқи ғой. Интеграция болу үшін төмендегі шарттар орындалуы тиіс. Интеграциялық бірлестікке енетін елдердің экономикалық даму деңгейлері шамалас болуы тиіс. Екінші, ол интеграциялық бірлестікке енетін елдердің географиялық жаһандығы мен тарихи қалыптасқан экономикалық байланыстары болуы тиіс. Және үшіншісі, елдер арасында экономикалық даму, қаржыландыру, экономиканы реттеу, саяси қарым-қатынаста мәселелер ортақ болуы тиіс. Өте тамаша. Бұл интеграция болу үшін төменгі шарттардағы үш шартқа тақырып қойылу керек. Бұл интеграциялық шарттар дейді. Интеграция шарттар деп біріншісіге алуға бола ма? Болады, иә? Жақсы, жазып қоя қойыңдар. Бірінші тапсырманың біріншісі интеграция шарттары. Бірінші абзацын кім оқиды оқушылар? Иә? Ақбаян? Экономикалық интеграциялық процестер жүрмейінше халықтың әл-ауқатын көтере алмаймыз. Тәуелсіздігімізді сақтай отырып, басқа елдермен келісімшарт жасасып, өз мүддемізді қорғап, басқалардың мүддесіне тиіспей, ортақ шешімге келуге тиіспіз. Мұны Еуразиялық одақ құру қамтамасыз етеді. Тамаша. Мен бұл абзацқа интеграциялық процестердің жүзеге асуы деп тақырып қойғым келіп тұр. Себебі интеграциялық процестерді туралы айтып тұр деп. Ықпалы, иә? Ықпалы туралы айтып тұр. Өте тамаша, жарайсың. Кел, тақтаға кел, жаза қойш. Жарайсың, отыра ғой. Мәтіннің үшінші бөлігін кім оқиды? Иә, Гүлдана? Қазір біз Қазақстан 2050 стратегиясын қабылдадық және жаппай жаңғырту жөнінен елеулі міндеттерді жүзеге асырудамыз. Біз әлемнің дамыған 30 елдің қатарына енуге ұмтылып отырмыз. Бұл мақсатқа біз өзіміздің көршілерімізбен тығыз интеграция арқылы қол жеткізбек ниеттеміз, деді елбасымыз. Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігі мен инновациялық деңгейде дамуына септігін тигізеді. Бұл бөлімге Қазақстан 2050 стратегиясы деп тақырып қоюға болады, себебі бұл жердегі стратегияға деген біздің міндеттеріміз және мақсаттарымыздың орындалуы туралы айтылған. Тағы да басқа қандай тақырып қоюға болады? Бұл жерге бәсекеге қабілетті Қазақстан деп қойылған. Көзден ұнатқандарын жаза қойыңыз, иә? Гүлдана кел. Тақтаға жаза ғой, үшіншісін. Бірге ілесіп жазып отырамыз, оқушылар.
тапсырманың бысына келейік. Қандай тапсырма берілген? Оқып жібере ғой. Қазақ тілін интеграция арқылы оқыту дегенді қалай түсінесің? Ал өз ойларыңызды айтып көріңізші. Қазақ тілін оқытуда. Бұл жерде Меніңше тек қана апа- қазақ тілін ғана оқыту емес, сонымен қатар оның салт дәстүрі, салт санасын, құндылықтарын, тарихын, Тек қана қазақ тілінің грамматикасымен шектеліп қалуға болмай, не істеуіміз керек? оның тарихын, құндылығын, мәдениетін, салт санасын, иә? Бұның барлығын біздер не істейміз? Интеграция арқылы түсінеді екенбіз. Өте тамаша балалар. Оқушылар енді мәтіннің лысына келейік. Бұндағы тапсырма мәтіннің соңғы сөйлеміне синтаксистік кешенді талдау жасаңыз дейді. Синтаксистік талдауға жасау үшін не істейміз? Сөйлем жүйелеріне талдау жасаймыз. Кімдер шығады? Біріңіз келші. Интернет тақтамен. Ручканы ал. Тауып аламыз? баяндауышын тауып аламыз. Бізде баяндауыш септігін тигізеді, күрделі баяндауыш. Сұрағы? Не істейді? Ненің септігін тигізеді? Бізде бастауыш интеграция, не сұранып береді? Бізде ол белгісіз. Жасырын тұрған бастауыш болып табылады, ол Сондықтан қандай сөйлемге жатады ол? жақсы сөйлемге жатады. Астына жазып кете ғой. Жақсы сөйлем. Қандай сөйлем? Құрмалас сөйлем бе, жай сөйлем бе? Жай сөйлем, иә? Бітір қойып жаза бер. Бірінші жай сөйлем жазуымыз керек. Ештеңе етпейді, иә? Жай сөйлем соның ішінде жақсы сөйлемге жатады, иә? Себебі сұрақ қою арқылы несін тауып алып тұрмыз? Бастаушы интеграция. Солай ғой, иә? Ары қарай сұрақ қойып, Бізде қалғаны анықтауыш болып табылады. сұрақ қойшы. Еуразиялық Септігін қалай тигізеді? экономикалық одақтардың құрылуы, экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігі мен инновациялық деңгейінің дамуына септігін тигізеді. Барлығы да бұның неге сұраққа жауап береді? Қандай деген, иә? Қандай пайдасын тигізеді? Үйірлі, анықтауыш болады, иә? Түгелдейсіз дағы. Жақсы. Тамамына септігін тигізеді. Сонымен қатар қандай сөйлемге жатады бұл? Толымды. Толымды неліктен? Мағына жағынан толымды және Сөйлем түсінікті ме? Оқығанда. Түсінікті ғой, иә? және жалаң болып табылады. Жалаң не себепті жалаң? Себебі бізде барлық тыңдаушы мүшелердің барлығы қатыспаған. Қатыспаған. Қандай мүшелер қатыспайды? Пысықтауыш және толықтауыш. Анықтауыш бар, иә? Жақсы. Балалар, сөйлем мүшелерін толығымен біз білеміз ғой, иә? Қандай болып бөлінеді дейікке? Тұрлаулы және тұрлаусыз. Тұрлаулы мүшелерге қандай мүшелер жатады? Бастауыш пен баяндауыш. Ал тұрлаусыз мүшеге? Пысықтауыш, иә? Ал өздігінен сөйлем құрай алатын қандай сөйлем? Бастауыш пен баяндауыш. Тұрлаулы мүшелер. Ал тұрлаусыз мүшелер не үшін керек бізге? Өте тамаша. Дәптерге жазып ала қояйық. Өткен сабақта біздер орфоэпиялық норманы өттік. Ол қандай мағынаны білдіретін еді? Дұрыс айтасың. Дұрыс айтамын. Ендеше бүгін орфографиялық норма. Бұл соған керісінше қандай? Дұрыс дегенді білдіреді. Назар аударайық. Сабақтың тақырыбы орфографиялық нормалар. Орфография дегеніміз балалар, грек сөзінде сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы болып есептеледі. Орфография дыбыстарды, фонемаларды, әріппен таңбалауды, сөздерді, оның бөлшектерін бірге бөлек немесе дефис арқылы жазуды, бас әріптердің қолданылуын, тасымал тәртібін белгілейді. Жазылу заңдылығы көрік бай болса, сөздердің айтылуына қарай көрік пай болып. Мына жерде бай болып б әріпі тұрса, ана жазылуында, айтылуында н әріпі тұр балалар. Ары қарай өзгешелігі еріндік дауыстылардың өзінен кейін келген езулік дауыстыларға әсер етуі. Бұл жерде оның ға, үннің ге, оның еге ауысуы. Мысалы қараңыздар, жазылуы көзілдірік болса, айтылуы көзілдірік. Жазылуы
болсақ, айтылуы өлең. Балалар көрген видеоларыңыздан не түсіндік? Орфография нені зерттейді екен? Иә, Ақсөрем айтыңызшы. Орфография тыныс-белгілерді, сонымен қатар тасымалдарды және буындарды зерттейді. Дұрыс айтасың. Дұрыс жазылуы сөздердің, иә? Қатесіз. Ал жақсы, осы орфографияның неше принципі бар екен? Иә? Адай айтыңызшы. Орфографиялық норманың 4 принципі болады. Олар фонематикалық, фонетикалық, морфологиялық, тарихи дәстүрлік. Дұрыс айтасың. Өте тамаша. Түгел түсіндік па балалар? Бұл жаңа тақырыпты. Жарайсыз. Балалар, екінші тапсырмада кімнің жылдам екенін байқайық, иә? Ол үшін қазақ тілінде қолданылатын фонетикалық принципке мысал келтірейікші. Жаңа видеодан да көрдік, иә? Кім айтты? Айта берейік. Өлең. Жазылғанда көрікбай, айтылғанда көрікбай. Ай деп айтылады, иә? Мысалы, досжан сөзінде с болып жазылады, бірақ ш болып айтылады. Айтылады. Досжан, иә? Тағы да. Досжан Аха. с болып жазылғанмен ш болып айтылады. Айтылады. Баш деген сөз бар. Аха. Баш. Екі әріп, екі дыбыс бір жерге келіп қалады. Дұрыс айтасың. Сонда түсіндік пе балалар? Тамаша. Ал жақсы балалар, түгелдей тапсырманы орындап болдық па? Ендеше тақтаға назар аударып, балалар, екінші тапсырманың асы жазудың сөздің айқын үлгісіне ықпалы зор екенін ескерсек, жазу жүйесін қалыптастыруға жауапкершілікпен қарау керек деген сөйлемге не жасаймыз? Кім шығады? Нұршат, қош. Бірінші біз морфологиялық талдауда сөздің түбірін ажыратып аламыз. Бізде түбірі жаз, ол бізде етістік болып табылады, ал ол бізде тұйық етістіктің жұрнағы. Дің бізде сіліксеттігінің жұрнағы. Етістік негізгі дара болады, солай ма? Және де бізде белгіленген түбір сөз. Бұл бізде зат есі болып табылады. Сөздің бізде тағы да сіліксеттігінің жалғауы. Бірге белесіп жазып отырамыз, балалар. Келесі бізде айт, бұл бізде етістік, әрі бізде бұйрық айт болып келеді. Ыл деген бізде ырғсыз етістіктің жұрнағы. Айтыл бізде сөз тудырушы жұрнақ болады, иә? Осыны айтылым деп жеке алайықшы түбір қыл. Сол кезде бізде етістік. зат есім. Қандай зат есім болады сонда? Екі сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалғанда туынды зат есім болады. туынды зат есім болады. Өте тамаша. Келесі үлгі. Бізде зат есім үлгісі. Яғни оның үлгісі бізде тәуелді жалғауының Үлгісі. Жекеше ма, көпше ма? оның үлгісі жекеше. Не бізде табыс септігінің жалғауы. Келесі бізде ықпал сөзі зат есім, ал тәуелді жалғауының үшінші жағы. Иә? Қате кетіп қалған жоқ па? Қарап отырыңыздар ма? Зор сөзі бізде сын есім болып табылады, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Сапалық па, қатыстық па? Зор бізде сапалық. Зор сөзі бізде өзі түбір болып табылады, ешқандай қосымша Сын есім жалғамаған. деп жазып кете ғой үстіне. Келесі бізде екен. Бұл не болады? Бізде бұл көмекші болып табылады. Және де екені бізде тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Ың бізде бұл жіктік жалғауының үшінші жағы болады, иә? Сосын ескер бұл бізде етістік әрі бұйрық болып келеді. Ескерсе сәсі бізде шарттырай. жұрнақ болады, иә? Жұрнақ болады ғой. К бізде жіктік жалғауының үшінші жағы. Біз ескерсек, иә? Келесі бізде тағы да жас сөз зат есім. Жас сөз етістік, ол бізде жүйесі тәуелді жалғауының үшінші жағы, зат есім. Ол тәуелді жалғауының үшінші жағы, тағы да жіктік жалғау. Келесі қал. Етістік. Түбірі қал болады ғой, иә? Қал бізде етістік. Және де қал бізде көсемше. Жұрнағы деп айтамыз. Көсемшенің жұрнағы. Тас бізде бұйрық рай болып келеді. Тын тағы да бұйрық рай болып келеді. Ол тұйық етістіктің жұрнағы. Барыс септігінің жалғауы. Келесі жауап. Жауап бізде зат есім.
Кер деген не? Кер бізде Жұрнақ. Сөз Сөз жұрнақ, тудырушы. иә. Сонда жауапкер. Ш бізде тағы да журнал. шілік. Шілік. Шылық, шілік дейтін едік қой, иә. Сөз тудырушы жұрнақ болады, иә. Сонда жауапкершілік деген сөздің өзі қандай сөз? Не деген сұраққа жауап беріп, туынды, зат есім болады екен, иә. Фен дегеніміз не? Көмектес септігінің жалғауы. Негізгі дара болады, иә. У цитируется журналы. Керек сөзі өзіне дара. Түсініп отырмыз ғой, иә? Көшіріп отырмыз ба, балалар? Жарайсыңдар. Дұрыс па, балалар? Тамаша. Өте жақсы меңгерген екен, Нұршаттық. Балалар, 75-ші бетте 4-ші тапсырма берілген екен. Құттықтау хатының үлгісі тұр. Көрдіңіздер ме? Кітаптарды ашып қараңыздар. Енді үлгісі берілген бұл жерде, сосын сұрақтар берілген. Қандай сұрақтар? Оқып жүрші біріншісін. Қатаң үлгісі бар ма дейді. Сосын құттықтау хат қандай жағдайыңызда жазылады дейді. Ал беріліп тұрған тапсырма не дейді? Дұрыс айтасыңдар. 10-шы Б сыныбының атынан кімге хат жазып береміз? Директорға хат жазып береміз. Бұны үйге тапсырма ретінде алыңыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан не алдық, не түсіндік, не түйдік? Мен бүгінгі тақырыпта интеграция шарттарын үйрендім. Мен орфографиялық норманы түсіндім. Жарайсыңдар. Тағы. және орфографиялық норманың принциптері. Иә, тағы не түсіндік? Және интеграцияның пайдасын да түсіндік. Түсіндік. Және интеграцияның шарттары. Шарттарын да түсіндік. Сосын Орфографиялық ережелерді белгілі принциптер бар екенін түсіндім. түсіндік. Тағы да жігіт не түсіндік? Синтаксистік талдауды түсіндім. Дұрыс айтасың. Морфологиялық талдауға да көз жүгірттік. Қазақстанның Мінекей. иллюстрация теориясын туралы Да, білдік. Балалар, бүгінгі көңіл күйімізді, сабақтан алған әсерімізді білдірейікші. Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар.